32-33 жылдардағы қолдан жасалған ашаршылық пенен репрессия кезінде Қазақстанның 1.750.000 адамы құрбан болған екен. Бұл дегеніңіз сол кездегі қазақ халқының 42%. Бір жылда халқының жартысынан жуығына айырылған бізден басқа дүние жүзінде бірде-бір ұлт бар ма екен? Жоқ ондай ұлт дүние жүзінде. Тек осы үшін ғана, тек осы сұмдық қасірет үшін ғана санымыз өнбей, өркеніміз өспей, талай жылдар бойына өз жерімізде, өз елімізде аз ұлт болып келгеніміз үшін ғана, сонан кешегі күнге дейін намысымыз жасып, сағымыз сынып қалған үшін ғана біз қазақтар тоталитаризм атаулыға лағынет айтамыз. Балаларымыздың балаларына дейін демократияның, елдің бостандығының, тәуелсіздігінің қадірін біл деп айтқымыз келіп жасаған жыл болды. Ал биылғы жыл халықтың тұтастығы менен ұлттық тарих жылы деп жарияладым. Бұл жылы да біз өткен жинақталған тәжірибені ескере отырып, тұғырдан тайса да санадан әлі сарыла қоймаған тоталитаризм идеологиясын әшкерелеуді әрі қарай жалғастыра түсуіміз керек. Тоталитаризмге халықтың тұтастығының қажеті еш уақытта керек болмады. Ол ұлт мәселесін қолдап қиындатып, халықтардың бір-біріне сенімсіздігін, күдікшілдігін арттыруға мүдделі. Халықтың бір тобын бір тобына, бір табын айдап салуға мүдделі. Өйткені үрейге бой алдырған ондай қоғамды билеу жеңілге түседі. Тоталитаризмге ұлттық тарихтың да қажеті жоқ ешкімнің, әр халықтың. Ол ұлттың тарихи жадын жайып, мәңгүрттік психологияны орнықтыруға мүдделі. Өткенін білмейтін халықтың өзіне де сенімі болмайды. Ал өзіне сенім аз халықты айтқанда көндіру, айдағанға жүргізу жеңілге түседі. Тоталитарлық қоғам атаулының аңсайтыны да сол.